Ассалаумағалейкум. 2019 жылы сәуір айының басында, яғни осы бірнеше күннің алдында, бүкіл әлемдегі ғылым, техника және азық-түлік саласында үлкен жаңалық, үлкен дүмпу болды. Хамбургер патшалығы Американың шығысындағы 57 дүкенінде жасанды еттен жасалған хамбургерді сата бастағандығын жариялады. Хамбургер патшалығы дегеніміз бүкіл дүниеде 10 мыңнан астам желілес тез тағам жайлары бар азық-түлік шонжары. Бұл жасанды ет хамбургерінің базарға салынуы соншалықты маңызды ма? Әрине, бұл адамзаттың ет өндірісіндегі бұрылыс түйін есепті. Бұл техниканың пайда болуы өте көп мөлшердегі еттің бұрынғы өндірістік формада емес, өнеркәсіптік формада базарға шығуын, өндірілуін келтіріп шығарады. Жасанды ет хамбургер техникасы 2018 жылдан бері Массачусетс техникалық институтында талқыланып, жылдық 10 ірі жорық сипатты техниканың бірі деп аталған болады. Бұл техниканың адамзат үшін маңыздылығы, адамзат тарихында неше мың жылдан бері қалыптасып келе жатқан ет өндіріс тәсілінің түбегейлі түрде өзгеруіне ұрынғандығынан еді. Ал енді бұл техниканы қолдаушылар, мақтаушылар жер шарындағы ысырапшылдықтың алдын алатын өте керемет ылғары техника деп мадақтасуда. Толығырақ айтқанда, түрлі ет өнімдерін беретін жануарларды бағуға кететін ғаламдық шығын өте ауыр. Олардың жем шөбінің өзі ортаға үлкен зиян әкеледі. Атыздардың 1/3 бөлігі осы ет өндірісіне жем-шөп әзірлеуге арналады екен. Сондықтан бүкіл дүние жүзілік жан санының артуын ескере отырып, адамзаттың тұрмыстық сапасын жақсарту үшін жасанды ет өндірісіне мән беруіміз керек дейді ғалымдар. Дәстүрлі ет өндірісі бүкілдей ысырапшылдық. Жасанды еттегі ағуыз дегеніміз белок қой. Ағуыз алу өнімділігімен салыстырғанда бағымшылық жолымен алу 4-25 есеге суды, 6-20 есеге жуық минералдарды ысыраптайды екен. Бұл Массачусетс ғалымдарының есептеу нәтижесі. Бұдан сырт, саудалық тұрғыдан қарағанда көптеген кәсіпкерлер сиыр өсімдікті жеу арқылы ет береді. Бұның пайдасы тым жоғары емес. Ал денсаулық сақтау тұрғысынан қарағанда, жасанды етпен жасалған хамбургерде сиыр еті хамбургеріне май құрамы 15%-ға төмен, ағуызы 90%-ға жоғары деп мәлімдеген. Әдетте сиыр етінің бағасы сол сиырдың нәсіліне қарай болады. Біздің қолымыздағы жергілікті сиырға қарағанда Англияның аңгыс сиырының еті 10 есеге таяу қымбат. Не үшін? Өйткені оның құрамындағы жаңағы ағуыз, белек құрамасы жоғары. Ендеше сол аңгыс сиырының етін өнеркәсіптік жолмен өндіруге бола ма? Егер осылай істесе, кейбір адамдар шаш етектен пайдаға кенелмекші. Енді біз жасанды ет хамбургерінің тарихына үңілейік. 2013 жылы әлемде тұңғыш реткі жасанды ет хамбургері жасалыпты. Бұл жаңалықты жариялау жиналысында қойылған жасанды ет хамбургерінің бәрін жиналысқа келген адамдар жеп тауысып кеткен. Міне өнімділігін қараңыз. Бұл техниканың негізгі заңдылығы жануарлардың бойынан аз мөлшерде жасуша клетка алып, оны тәжірибеханада, пробиркада жетілдіріп, ерекше азықтық су арқылы бұлшық етке айналдыру болады. Қарапайымырақ айтқанда, жануарды бағу емес, қайта оның клеткасын жетілдіру арқылы ет өніміне ие болу барысы. Әлемде бұл техниканы монополдап отырған 2 ірі серіктік бар. Бұның бірі Impossible Foods серіктестігі, екіншісі Beyond Meat серіктестігі. Бұларға Bill Gates сияқты ірі қаржыгерлер қаржы қосып, қос қолдап қуаттап отыр. Бұлардың өндірісінің алғашқы өнімдері 5 мыңнан астам тағам жайларды жаулап болды қазіргі күннің өзінде. Қазіргі басқышта жасанды ет тек сұрып ет дейміз. Сүйексіз ет формасында ғана өндіріліп жатыр. Ендігі ғалымдар сүйекті етті де өндіруге белсене кірісіп зерттеп кеткен. Жасанды ет хамбургері мен
сиыр еті, кәдімгі сиыр еті хамбургерін қатар жегізгенде тұтынушылар, адамдар ешқандай парықты байқай алмаған. Міне бұл жасанды ет техникасының қаншалықты болашаққа ие екендігін көрсетеді. Әлемдік бай Билл Гейтс жасанды ет техникасынан үлкен үміт күтетіндігін айтуда. Өйткені адамдар ендігәрі ет өндіру үшін мал бағып, мал бағу үшін қоршаған ортаны зақымдап бүлдірмейтін болады, дейді миллиардер. Жасанды ет хамбургерінің көптеп базарға шығуы дәстүрлі бағымшылыққа үлкен соққының келгендігін көрсетеді. Егер ет өндірісі өнеркәсіптік жолмен әрі тез, әрі оңай, әрі өте көп мөлшерде өндірілетін болса, бір қойды күніне 100 қой етіп тудыру еш таңғаларлығы жоқ нәрсеге айналып қалады. Сонда біздің тіректі мал шаруашылығымыз қайда қалмақ? Ет бағасының қымбаттауынан үміт күтіп жүрсек, арзандауының белгісі ме бұл? Біздің халықта әліптің артын бағайық деген бір әдемі сөз бар. Иә, артын баққан жақсы. Бірақ біз артын баққалы қай заман? Егер осы қалпы замана жаңалығына ілесе білмесек, күні ертең бар сенген малымыз базарын таппай, қайтып келген қыздай бұл бас ауруымызға айналса қайтпекпіз. Бұл туралы азаматтарымыз тереңірек толғанып, ойын тойды қоя тұрып ойланып, тағы да басқа шығар жолдарын ертерек қарастыра білген жөн сияқты. Сіздермен ой бөліскен Ықылас Оразбайұлы.